қызық оқиға болды. Осыдан бір 2 жыл бұрын маған бір жігіт звондады. Асылбек деген жігіт. Тәке, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Асылбекпін ғой деді. Асылбек қалайсың деп, амансасың ғой енді жаңа. Енді кім екенін біліп тұрған жоқ мен. Кімсің деп сұрайын десең, өзің жоқ қалды ма деп айта ма деп. Мөлдір қалай, жақсы. Өзің қалайсың, жақсы. Атың қалай, жақсы. Жақсы. Сол қал жағдайын білейін деп 2 күн өткеннен кейін. Тәке, ассалаумағалейкум. Мен ғой Асылбекпін ғой. Асылбек қалайсың, денсаулығың қалай? Денсаулық қалай Асылбек? Жақсы. Амансыңдар ма? Аманбыз. Барлығы жақсы ғой, жақсы. Ой, сол жақсы болды. Сен телефон тауып ал, әйтеуір Аллаға шүкір, әйтеуір күнде хабарласып осылай жағдайыңды біліп тұрайын деп, сол рахмет Асылбек, рахмет деп ішімнен ойлап қоямын, кім Асылбек деп. Одан кейін ой кетті уже. Асылбек кім еді деп. Содан бір 2-3 күн өткеннен кейін тағы звондайды. Тәке, ассалаумағалейкум дейді. Уағалейкум ассалам. Асылбекпін ғой. Ой, Асылбек қалайсың, жағдай? Көп болды, бір шай ішейікші деп. Ішейікші дедім. Жерге отырып ішейікші, көргім келіп барады бар ғой. Кім Асылбек уже? Қай жерге барып ішейік деді. Осындай жерге барып. Ерте барып отырып алыппын. Соны көрейінші бірінші деп. Сіздер кіріп жатыр. Бір кезде езуі құлағымда бір жігіт кіріп келді. Білдім осы Асылбек шығар деп. Ақындап келгенше, бетіме келгенше. Вообще таныған жоқпын бар ғой. Көрмеген адам. Бірақ мені құшақтап, тәке қалайсың, денсаулығың қалай, амансың ба деп құшақтап отыр ғой. Общий тема Астана, әйтеуір жұмыс қалай, мен жұмыс нормаль, сен жұмыс, мен жұмыс. Сөйтіп 2 сағат отырдық. Қайттық үйге. Үйге келгеннен кейін мөлдірге айтам, бір Асылбек деген біреу звондап жүр. 2-3 рет звондады. Шай ішіп қайттық. Вообще есіме түскен жоқ кім екен. 2-3 күн өткеннен кейін. Тәке, ассалаумағалейкум, қалайсың? Жақсы. Мен ғой Асылбекпін ғой дейді. Ой, Асылбек танимын уже сені. Асылбекті жазып қойғам уже. Үйге бір қонақтар келіп жатыр еді ғой, тәке. Иә? Мөлдірді алып бір қонаққа келсеш, бір шай ішейік, отырайық деп. Жақсы дедім де, Мөлдір екеуміз подаркамызды алып бардық. Барсақ 3-4 семья бар екен. Жарты сағаттан кейін қарасам біздің Мөлдір подружка болған әйелімен. Жігіттермен әңгімелесіп отырық. Менің көзім Асылбекте. Түнгі сағат 11-де тарадық үйге. Үйден қайтып келатып Мөлдір айтты, есіңе түспеді ме деді. Түспеді дедім. Екен деп екеуміз ойлап кеттік уже. Асылбек пес па, мына Асылбек пес па. 3-4 күннен кейін тағы звондады Асылбек. Тәке, ассалаумағалейкум деп, уже дауыс басқа, уже бір үйге қонақ болғанбыз уже. Тәке, қалайсың, амансың ба? Асылбекпін ғой. Ой, Асылбек білем ғой, сен уже бауырымсың ғой. Бірақ керемет жігіт енді бар ғой. Ақ көңіл сондай бір болады ғой. Асты үстіңе түсіп, қонақ қылып, сыйлығын сыйлап, қалай бір қашып кетейін десең, қашатындай жігіт емес енді бар ғой. Сөйтіп әйтеуір деген 3-4 күннен кейін тағы звондап. Тәке, бір үйге тағы да достарым келіп қалып еді бар ғой. Бір келсеш бір үйге шай ішейін деп. Мөлдірді алып келші. Осы жол балдарды алып келші. Папындар да келіп жатыр еді. Біраздан кейін уже қайда көрдім қалды уже жайына. Имашып кетті уже қайда көрдім деп. Уже кәдімгі қонақ болдық, кәдімгіде үйінде отырдық, үйден қайттық. Сөйтіп бір аптадан кейін енді біз неге қонақ Мөлдірге айттым, Асылбекті бізде шақырып жіберейік енді. Бізді уже 1 емес 2 рет шақырды. Тұрады, қайдан көрдім деген бар ғой жаңағы. Может, ана Асылбек па деп бір темаларды қозғап көрем өтірік. Сөйтіп не керек 7 ай өтті, араласып кеттік. Бір күні екеуміз қалдық, бір жерде отырмыз. Асылбекке айттым, Асылбек, сендей дос тапқаныма қуанамын. Нағыз жігіт екенсің сен. Сендей дос тапқаным бар ғой. Күнде таңертең кешке дейін қал жағдайын сұрап тұратын дос жоқ қой қазір. Керемет жігітсің өзің бар ғой. Вообще мықтысың сен. Тек Асылбек мені бар ғой мазалап жүрген бір нәрсе бар. Асылбек шынымды айтайыншы, ренжімеші дедім де. Екеуміз қайда таныстық, соны айтшы маған. Сөйтсем айтады, мә, 1 жыл бұрын концерт болған жоқ па сенің дейді. Сонда айттың ғой, бәріміз бір болайық. Біз бір үйдің баласындай. Бірге болуымыз керек. Біз дос болуымыз керек деп маған қарап айтқан жоқсың ба дейді ғой. Деген ғана ойлап қалған ғой, маған айтып жатыр деп жаңағы. Содан мен телефон тауып алып сөйтіп араласып кеткенбіз. Сондықтан ағайын, бір болайық, бірге болайық. Сақ елі жасасын.